Құрметті достар, алдарыңызда 3 миллион теңгеге Toyota Sienna IBM 3.5 XL комплектация. Так, мистерім, Power келіп тұрған көлік. Мистерім, көрсете кетейін. 2011 бірақ. Негізі растырмыш жасап Қазақстанға кірет. Пробег сразу айтайын 172 мың. Так, мына жерде май ауыстыру керек деген чек жанып тұр, так басқа чек жоқ. Так, 3 есікте электрический люк бар. Так, ортада капитанский сиденье, бірақ еще дополнительный андай бар, шорт. И подогрев сиденье бар, автомат. Көлік жақсы от алып тұр. Былай-былай қозғадым, жақсы жүріп тұр. Мына есікті ашайын десем, мынау ғана қысып тұр. Короче, повреждение мынау ғана ғой. Артқы багажды ауыстырып жүру керек. Болмаса арзан шықсын десеңіздер, ремонт жасап та жүру бар. Бірақ багаждар ондай қатты қымбат тұрмауы керек. Осы багажды ғана ауыстыру керек. Повреждение осы жерден болған. Енді 3 миллион теңгеге арзан сиеналар көбі сұрайды. Электрический сиденье жасап тұр. Кожаларын сәл ішіне химчистка жасап жүру керек. Америкадан келген күйі осылаймен тұр. 3 миллионға сиена сұрағандар. Осы жердегі бағасы 3 миллион. Сатып алып, ремонтына примерно бір 200-300 мың теңге кететін шығар деп ойлап тұрмын. Химчистка анау ырду-дырдуымен. Короче, мынау электрический багажник барлығын көріп шықтым. Арзан сиена іздегендер хабарласуға болады.